Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр Асхатқызы, диплом практикасы, практика жетекшісі Алтанова Рахат Заурбековна. Бүгін мен қазақ тілі пәні бойынша 7 сыныпқа қашықтықтан оқытуды бастаймын. Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Жарайсыңдар. Өткен тақырыпта біз әлеуметтік желілер деген тақырыпты өткен болатынбыз. Үйге осы шақта әлемді алаңдатқан әлеуметтік желілер тақырыбында 4 сөйлем тәсілімен өзіндік пікір жазыңдар деген 5 тапсырма берілген болатын. Үй тапсырмасын орындадық па? Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз ең көп қолданыстағы желілер деп аталады. Оқу мақсаттары: мәтіндік және графиктік кесте, диаграмма, сурет шартты белгілер, ақпаратты интерпретациялау, етістіктің көсемше, есімше, тұйық етістік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Сабақ мақсаттары: оқушылардың барлығы орындай алады. Мәтінді түсініп оқиды, сұрақтарға жауап береді. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Оқылым стратегияларын қолданып, комментарий қалдыру, келер шақ етістіктермен танысады. Оқушылардың кейбірі орындай алады. Етістіктің шақтарын пайдалана отырып, комментарий қалдырады. Өз ойларын ортаға келер шақ етістіктерін қолдана отырып жазады. Бағалау критерийлері: сұрақтарға жауап береді. Келер шақ етістіктермен танысады, сабақ барысында қолданады. Өз пікірін ортаға ашық сала алады. Құрылымын сақтап, ұтымды пікірлер айтады, жазады. Балалар, қандай желілер ең көп қолданылады? Ал сіздер қандай желілерге тіркелгенсіздер? Жарайсыздар, жауап. Рахмет. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, өздерің білетін мәліметтермен толықтырыңдар. Әлеуметтік желілердің пайдалы және зиянды жақтарын атаңдар. Дескриптор: мәтінді оқиды, ақпарат алмасады, әлеуметтік желілердің пайдалы және зиянды жақтарын жіктеп айтады. Оқушылар, кеше біз етістіктің шақтарының осы шақты өткен болатынбыз. Бүгін келер шақ. Келер шақ сөйлеп тұрған уақыттан кейін болатын іс-қимылды білдіреді. Оның 3 түрі бар: болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ. Болжалды келер шақ іс-қимылдың келешекте болатынын дәл көрсетпей, болжай ғана білдіреді. Мысалы, барармын, көрермін, айтарсыз. Мақсатты келер шақ іс-қимылдың келешекте мақсат етіле орындайтынын білдіреді. Мысалы, бармақпын, көрмекпін, тыңдамақшы. Ауыспалы келер шақ алдағы уақытта болатын іс-қимылды білдіреді. Мысалы, қалады, өседі, ауысады, сөйлеседі, тағы да басқа. Екінші тапсырма: ең көп қолданыстағы желілер туралы келер шақтың 3 түріне сөйлемдер жазыңдар. Дескриптор: келер шақтың түрлерін біледі, құрылымын сақтап сөйлем жазады. Үшінші тапсырма: төмендегі мәтінді келер шақ етістіктері қатысқан сөйлемдермен қорытындылаңдар. Дескриптор: мәтінді келер шақ етістіктерін қатыстырып аяқтайды. Астана ақшамы газетіндегі мәліметке қарасақ, Қазақстанда күнделікті 6 миллионға жуық адам әлеуметтік желілерді пайдаланады екен. Ең танымал әлеуметтік желілердің қатарына Мой.Мир, ВКонтакте және Фейсбукты жатқызуға болады. Төртінші тапсырма: көп нүктенің орнына ой-түрткіде айтылған пікірлеріңді пайдаланып, ТВ-шоу жүргізіп көріңдер. Ұтымды пікірлерді дәптерлеріңе жазыңдар. Мен үшін желі пайдалы, мен өзімді желісіз елестете алмаймын. Себебі: мен жастардың желіде ертеден кешке дейін отыруына қарсымын. Өйткені. Дескриптор: өз ойларын ортаға салады, дәл пікірлер келтіреді. Бесінші тапсырма:
Әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушылар ма деген сұраққа Попс формуласы бойынша дәлелдер жазыңдар. Бірінші сөйлем: менің ойымша. Екінші сөйлем: мен оны былай түсінемін. Үшінші сөйлем: оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Және төртінші сөйлем: осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Дескриптор дәлелдер арқылы ойларын жасады. Кері байланыс БПП кестесі. Балалар, бүгін біз қандай мәліметтер алдыңдар, қандай мәліметтерді білдіңдер және қандай мәліметтерді білгілерің келеді? Жақсы. Үй тапсырмасы. 6-шы тапсырма үйге. Суретте көрсетілген белгілермен танысып, бір әлеуметтік желі туралы келер шақта мәтін жазыңдар. Осы шақпен салыстырып түсіндіріңдер. Сау болыңдар.